Сәлеметсіңдер ме балалар? Көңіл күйлерің қалай? Ертегі тамашалауға дайынсыңдар ма? Ендеше барлығымыз бірге қойшы, аю, түлкі ертегісін тамашалайық. Ey, çık, çu. Ey, çık, koy. Cır, var bunda var. Koy. Çu. Балалар, мені құтқарыңдар. Менің артымнан аю қуып келеді. Қайда тығылсам болады екен? Қане. Ойлан. Қане. Мінекей, мұнда тығылсам мені аю ұстай алмасына сенімдімін. Ой, әне аю келеді. Сені ма қап бәлем? Тоқта дедім мен саған. Ой. Қолыңнан келсе, ұстап ал. Қазір ұстап алсам сені жеп қоям. Ой, басым-ай, көмек беріңдер. Тығылып қалдым ғой. Мұнаны қара, түлкіні аю қуып келе жатып, аю тесікке тығылып қалды. Қойшы, сен неге күліп тұрсың? Осы көргеніңді біреуге айтсаң, мен сені жеп қоямын. Ой, аю, мен ештеңе көргенім жоқ, білмеймін. Ешкімге еш нәрсе айтпаймын, ант етемін, айтпаймын. Сөз бердің, қара бірақ. Ой, мен жаңа түлкі мен аюдың қуып келе жатқанын көрдім. Сөйтіп түлкі тесікке кіріп кетті. Аю оны қуып тесікке тығылып қалды. Ла-ла-ла-ла-лай. Қойшы, сен неге сөзіңде тұра алмадың? Неге ауыл ішінде болған жайды әндетіп отырсың? Мені ұятқа қалдырдың ғой. Енді сені жемеске болмас. Аю, мені жемеші. Онда маған 3 күн рұқсат берші, бала-шағаммен, ағайын туғаныммен қоштасып келейін. 3 күннен кейін жей ғой мені, мақұл. Жарайды, 3 күннен кейін осы жерде боламын мен. Не істеймін енді? Мен аю жейтін болды. Не істеймін? Ай, қойшы, не болды саған? Мұңдысың ғой, жылап отырсың. Тыныштық па, не болды? Бәріне сен кінәлісің, сенің кесіріңнен мені аю жемекші. Бағана сен тесіктен өтіп кеткен едің. Сенің тесіктен өтіп кеткеніңді көріп, аюдың тесікке тығылғанын өлең етіп айтып жүрген едім. Солған, енді мен сені жеп қоямын, жеймін деп мені қорқытты. Маған 3 күн рұқсат берді. Не боп қалды екен десем, болмайтын жайтқа бола сонша уайымдаудың не қажеті бар? Осында 3 күннен кейін кел, аюдан сені құтқарудың жақсы тәсілін айтамын. Сол күні ұзақтан шаң көргенде, аюдың назарын сонда қарат.
Сол кезде ол қызыға сенен сұрайды, мұнда не болып жатыр деп. Сол кезде сен ханның әйелі аюдың жүрегін жегісі келіп жүр екен, қол астындағы барлық жұмысшыларына аюды іздеуді тапсырыпты деп айтсаң болғаны. Қашып тығылуға жер таппай, аю бар айтқанымызды орындайды. Сонда сазайын тартқызамыз. Ойымдама, барлығы жақсы болады. Әне міне дегенше арадан 3 күнде өтті. Ай, Құдай-ай, осы аюдың жейтін күні де келді-ау. Енді одан құтыла алмайтын болдым. Қойшы, ана жерде не ол шаңғып жатқан? Патшаның солдаттары ғой. Патшаның әйелінің аюдың жүрегін жегісі келген екен. Соған солдаттар аюды іздеп жүр. Ой, қойшы, көмектес маған, жасыр мені. Енді не істеймін? Қайда жасырынам енді қайтемін? Аю, мұнда кел. Мына қаптың ішіне кір, сені ешкім көрмейді. Мен сені қаптың ішіне жасырып қоямын. Бол, тез ете ғой, жақындап қал, тез. Жарайсың, кәне, байла, қаптың аузын байла. Қолға түстің бе, қап бәлем, енді жазаңды ала ғой. Міне саған, ақың осы сенің. Міне саған. Ой, түлкі, рахмет саған. Сен менің жанымды сақтап қалдың. Енді сол үшін есесіне не сұрайсың? Ал айта бер, қалаған затыңды беремін. Не сұрасаң да сенен ештеңемді аямаймын. Сен менің өмірімді сақтап қалдың. Мен саған қарыздармын. Қарыздарсың? Я, сен маған қарыздарсың ғой. Қалағанымды айта берейін бе? Орындайсың ғой. Ал онда маған сенің 2 бүйрегің керек болып тұр. Ай, бұл не дыбыс? Ой, бағана келе жатып тазының күшігін жұтып қойған едім. Енді сол сыртқа шыққысы келіп қыңсылап жатқаны ғой. Аузымнан шығып кетейін деп тұр. Ай, не дейді? Құдай-ай, қайдағы тазының күшігі? Тоқта, қоя тұр, аузыңды жаба тұр, мен кішкене анда барып алайын, Жарай ма? Жарайды, мейлі, жаба тұр, кішкене қалды. Асықпа, кете бер. Аузымды жауып тұрмын, жауып. Кете бер. Қандай рахат, досы көпті жау алмайды, ақылы көпті дау алмайды деген осы шығар. Ал балалар, аюдан да құтылдым, түлкіден де құтылдым, аман есен отбасыма барайын. Балалар, бүгінгі мерекелерің құтты болсын. Тәртіпті, ақылды балалар болып өсе беріңдер, балаларым. Сау болыңдар.